Қайырлы күн, ыстық көрермені, фикс прайстан не бар не жоқ айдары. 1599 теңгеге мынадай әдемі кашпо бар екен. Бұны гүл құмырасы ретінде немесе ас үйіңіздегі аспаптарды салып қоюға пайдалануға болады. Және мынадай әдемі әйнектен жасалған ваза бар. Бұны ала алмадым, тығыздап салып қойған екен. Күзгі декорға сухоцвет салып қоюға өте жақсы. Келесі мынадай кашпо, бұл бізде суккуленттар, яғни кактус сияқты гүлдерді салуға арналған. 1299 теңге тұрады. Ағаштың формасында жасалған. Қателеспесем, материал керамика. 1599 теңгеге мынадай су бүріккіш, өте әдемі, эстетикалық, басындағы алтын жалатылған тұтқасы да әдемі. Келесі бізде үйді безендіруге арналған декорлар. Мынадай торғайдың мүсіні бар екен, 1099 теңгеден. Және қасында мүсіндер өте көп. Мысалы, жануарлар, құстарды алатын болсақ, мынадай әтештің бейнесі бар екен. Мына жерде мынадай қонжықтың бейнесі бар. Балалар бөлмесіне өте әдемі болатын сияқты. Және мынадай жемістерден алма, алмұрттың мүсіндері бар. Келесі кезекте бізде шкафтарға арналған мынадай қораптар. Бұндай қораптар ас үйге, жуынатын бөлмеге, немесе біздің шкафтарға, кіреберіс бөлмедегі шкафтарға өте жақсы болады. Мынадай пластикалық түрлері де бар. Хош иістендіргіштер мен майшамдар. Майшамдардың мынандай жаңадан келген түрі бар екен, 3 білтелі. Менің қолымдағысы белый ваниль иісімен 2499 теңге тұрады. Майшамдарға арналған мынадай құтылар бар екен. Бұл құтыларды менің ойымша басқаша да қолдануға болады. Мысалы, қаламсап салуға, немесе макияжға арналған құралдарды салып қоюға болады. Интерьерде өте көркем көрінеді екен. Мынадай жасыл түсті құмыра көрдім. Көлемі кішкентай ғана болғаны болмаса, бағасы 649 теңге. Мынадай құс бейнесіндегі ыдыс ұнады. Бұны мен жуынатын бөлмеде мақта таяқшаларын салып қоюға пайдаланар едім. Ойыншықтар бөлімінде мынадай досочки Сегена деген ойынды көріп қалдым. Бұл балалардың зейінін дамытуға арналған керемет ойын құралы, 799 теңгеден. Бізде бұндайдың басқа түрі бар. Уайлдберрстан алынған. Келесі кітаптар бөлімінде мен үшін жаңалық болған мынандай қазақша кітаптардың келуі. Орыс тіліндегі ертегілердің қазақша аударылған түрлері бар. Және қазақтың Ахмет Байтұрсынов, Мұршақ Дулатұлы, Ыбырай Алтынсариннің қысқаша әңгімелері бар кітаптар бар екен. Буынға бөліп оқиық сериясынан мектеп жасындағы балалар үшін өте керемет сыйлық деп ойлаймын. Мына жерде бізде пластиктен жасалған 999 теңге тұратын нан салғыш. Оның қасында әдемі себет. Бұл себетке көкөніс жемістер салуға болады, немесе шкафтың ішінде басқа нәрселерді сақтауға пайдалануға болады. 1000 теңгеден түскі асқа арналған тәрелке. Сонымен қатар бұның қасында пластик және қаңылтырдан жасалған әртүрлі көлемдегі құтылар. Стакандар стенді. Мен өзім әдемі стакандарды өте жақсы көремін, бірақ бұл жолы бұл жерден ерекше ештеңе көрмедім. Мынандай шайға арналған кесе бар екен. Және үлкен жаңадан келген тауарлардың ішінде осындай үлкен 400 граммдық үлкен стакандар бар. Polar сериясынан борисиликаттан жасалған мынандай әдемі саптаяқ бар екен. Және күзгі наборлардан қалып қойған мынандай әдемі стакан бар. Осының негізі шай ішетін тұтқасы бар стаканы болу керек еді, оны таба алмадым. Ыдыс аяқтар. Көзіме бірден мына ыдыстар түсті, өте әдемі көрінеді, бірақ мен өзім тәрелкенің ішінде түрлі түсті суреті бар
болса, онда оны алмаймын. Себебі уақыт өте келе бұл суреттің сыры бәрібір тамаққа түседі. Мынадай теңіз тематикасында әдемі ыдыс бар екен. Келесі көзіме түскен мына тәрелке пластик болып шықты, бірақ мен ойымша жазды күні походқа шыққанда өте керемет болатын сияқты. Әйнектен жасалған әдемі мейіз, жаңғақтар салып қоюға жақсы ыдыс екен. Келесі люминарктың мынадай тәрелкесі бар екен, салатник сияқты қолдануға болады. Және мына жерде 733 теңге 20 сантиметрлік тәрелке бар екен. Келесі бұрыштарға арналған диірменде де мельницалар. Ұсақ түйектер мен қолөнер бөлімі. Бұл жерде менің көзіме мынадай ілгіштер түсті. Тақтайшалар бар екен, бамбуктан жасалған. Және мына қара ілгіштері темірден жасалған. Қасында саморездары бар. Мына біреуден тұратын данасында артты самоклейка. Ілгіштердің сан түрі бар екен, пластиктен де, темірден де, саморезбен, немесе өзі жапсырылатын түрлері өте көп. Тігіншілерге арналған мынандай шпулькалар бар екен, бірақ мына жіптері өте жұқа дейді, тез үзіліп қалады. Келесі мынадай әдемі ас үйге арналған орамалдар, сүлгілер көрдім. Өте әдемі, маталарды жақсы, ХБ. Мен мынандай вафельный түрін алдым. Келесі мына жерде тағы да ыдыс аяқтар және басқа да құралдар бар. Мынадай әдемі сорпа ішуге арналған үлкен кесе бар екен. Және мынадай печенье салуға арналған бамбук қақпағы бар. Мына бамбук қақпағы көріп тұрғаныңыздай ағаш бір-біріне жалғанған екен. Бұны алуға кеңес бермеймін. Осы терка өте ыңғайлы, өте жақсы деген отзывтар естідім. Polar сериясынан осындай ыдыс бар. Жол-жөнекей Waikiki Home'ға кіріп шықтым. Мынадай әдемі декоративті жастықтар бар екен. Бағасы 5990 теңге. Екі түсте берілген екен, осындай ақшыл түс және сұр түсте. Waikiki Home'нан мынадай маған әйнек және болаттан жасалған контейнерлер ұнады. Контейнерлерді мен әйнек түрін алуға тырысамын. 2999 теңгеден екен. Мынадай бетіндегі қақпағы пластиктен жасалған. Және ас үйге арналған керемет сүлгілер, ыстық тағам ұстауға арналған қолаптар бар екен. Бағасы да енді әркімнің қалтасы көтере бермейтін сияқты. Мынандай матадан жасалған әдемі ранерлер және дөңгелек үстелге арналған дастархандар бар екен. Матасы қателеспесем миллион. Және мына жерлерде дастарханның арасында мынандай тақташа адасып кетіпті. 5999 теңгеден. Waikiki Home'ға бірінші рет келуім, бірақ бұл жерде мына күзгі декорды әлі алмаған екен. Асқабақ пішіндес әртүрлі ыдыстар бар. Мынадай саптаяқтар бар екен. Ал әзірше бұл менің ең алғашқы не бар не жоқ айдарындағы видеом. Сәтті тілеп қойыңыздар. Тағы қандай видеолар көргіңіз келеді, қандай тақырыптарда комментарийлер жаза кетіңіздер пікіріңізді. Көп рахмет, сау болыңыз.